Ұлы күш немесе түркілер мен қазақтардың Америкаға қоныс аударуы. Невада Семей қозғалысының эмблемасын көріп, ағайындылар бір-бірін тауыпты ғой деп алғаш көргенде бір таң қалдым. Екеуі де атом бомбасының қасіретін көрген, қырғын қодалауға түскен екеуі де бір түркел. Неге деп күлетіндер де бар шығар. Қазақ қайдан Америкада жүр деген сұрақтарыңызға жауап берейін. Қазақтың белгілі ғалымы, дипломат, аудармашы Әділет Ахметов ағамыздың Америкада болған сапарында үйренген әдеті бойынша зерттеуін тоқтатпады. Жергілікті тұрғындармен, әлем ғалымдарының зерттеулермен танысып, 2003 жылы Азия Берингия Америка атты кітабы жарық көрді. Еңбекте Америкада тұрған тұрғылықты тұрғыны үндістер, яғни индеец, краснокожий, апачи, виниту олар кезінде Азиядан келген түрік тайпалар деп жазады. Европа ақш ғалымдар нақты археологиялық қазбалармен және сөздерінің құрылымы атаулар арқылы дәлелдеп отыр. 1492 жылы Колумб Американы ашып жатқанда бұл жаңа жерлерге түркілер 12.000 жыл бұрын қоныстанған. Сөйлеу тілі нақты қазақтың жалпақ тілі. Міне, кереметті қара. Зерттеулер барысында қоныс аудару 3 рет болыпты. Ол 40-35 мың жыл бұрын. Екінші қоныс аударуы 28-25 мың жыл бұрын болса, үшінші рет 12-10 мың жыл бұрын қоныстанды дейді. Олар ақырғы рет мұз басу дәуірінде мұз арқылы Беринг бұғазы Гренландия арқылы өткен деп дәлелдеген. Америка ғалымдарының өзі дау туғызбай азиялықтар екенін дәлелдеп отыр. Екінші қызық дерек ақшқа қазақтардың көшіп қоныстануы. 1960 жылы Мұхтар Әуезов Америкаға сапар шегіп, әуежайдан түскен кезде журналистер, ғалымдар күтіп алып, абыр-дабыр болып жатқан кезде «Ассалаумағалейкум Мұхтар аға» деген дауыс оны дүр сілкіндірді. Аң-таң болып жалт қараса, әдеміше келген қара домала қазақтың баласы тұр екен. Бәрі жайына қалып, «Уағалейкум ассалам» деп бас салыпты. Сол кезде жас жігіт «Мұхтар аға, менің атым Сейіт болады, Американың қазағымын, дәрістеріңіз біткеннен соң хабарласыңыз» деп визиткасын берді. Қолма-қол бір қаратта ішкі қалтасына салып студент па деген ой келді. Жоқ, Америка тұрғынымын деді ғой. Қасындағы аудармашысы да есі шығып сұрап қояды. Университеттерде дәріс оқып болғаннан соң қалтасындағы визиткаға қарап телефон соқты. Ар жағынан «Ассалаумағалейкум Мұхтар аға, қазір болам» деген дауыс саңқ ете түсті. Мұхтар елеңдеп қайта-қайта қонақ үй терезесінен қарап, бір кезде көгілдір джип келгенін көреді. Көлікке отырғаннан кейін «Мұхтар аға, өзім таныстырайын, менің есімім Сейіт, Қоңырат, осы ақштың азаматымын, осында туылдым. Әке-шешем, ата-жем қазақ, орта жүздің Қоңырат руымыз» деді. Мұхтар Әуезов таңырқап, сонда Америка азаматы бойынша кімсің дегенде «Сейіт Қоңырат руынан» деп, американша «Конрад Смит болдым» дейді. Жол жөнекей қатар тұрған зәулім коттедж үйлерді көрсетті. Бұл біздің үйлеріміз, қазір қаладан шыққаннан кейін Қоңырат ауылын көресіз. Мұхтар аға, елім сізді сағынышпен күтіп отыр дегенде Мұхтардың есі шығып кетті. Қаладан шығып біраз жүргеннен кейін жап-жасыл ауылдар басталды. Нағыз қазақтың даласы, қазақ иісі шығады. Жайылған қазақи жылқыларды көріп, көзіне жас келді. Бір мезетте әппақ киіз үйлер көріне бастады. 100-ден асатын шығар. Бір кезде көліктен түссе, 30 домбырамен қарсы алып, барлығында қазақтың ұлттық киімі, нағыз жайлау, ақсақалдармен төс қағысып сәлемдесіпті. Қазақ үйге кірсе, 36 қанат қазақтың дастарханы. Па шіркін деп жөн сұрасып, сонда ақсақалдар бүкіл тарихты айтып берді. 1909 жылы келген американдықтар Түркістан өңірінде болып, қонақтап қазақтың тамағын, айран сорпа, қазғартасын, ірімшікпен құртын жеп тамашалаған екен. 1910 жылы американдық саяхатшылар Николай II патшамен келісім шарт жасасып, Түркістан өңіріндегі бір Қоңырат ауылын бүкіл мал мүлкімен, ат арбасымен, қазан ошағымен 10 жылға алып кетеді. Ондағы мақсаты қазақтың нағыз тамағын Америкаға үйрету болды. 10 жыл өткеннен кейін 1921 жылы патша үкіметі құлап, кеңестер құрылып жатқан кезеңде халық жау атанамыз деп ақшта қалып қойған екен. Қазақи салтты сол қалпында ұстаған. Өз ішінде барлығы таза қазақша сөйлейді. Жігіттердің бәрі бизнесмендер, өте бай, қуатты тұрады. Ағылшын, неміс, француз тілдерінде таза сөйлейді. Бірақ қазақшылықтарына өте берік, қазақи тәрбие, салт, дәстүр, әдет ғұрып бәрі сақталған екен. Мұхтар Әуезовтың бұл сапары Америкадағы қазақ ағайындармен соңғы кездесуі өтті.